Сәлем ақылды балақайлар. Бүгінгі шығарылымды ас атасы нанға арнайтын боламыз. Әркез дастарханымыздан табылатын, қарнымыз ашқанда тойдыратын нан өнімі бізге қандай еңбекпен келетінін білесің бе? Ендеше мұқият тамашалайық. Ерте көктем келісімен адамдар трактормен жер жыртып егін егуге дайындалады. Жыртылған топыраққа бидай дәндерін себеді. Оны ұзақ уақыт күтіп баптайды, тыңайтқыштар сеуіп, арам шөптерін жұлады. Зиянкеш жәндіктерден қорғау мақсатында дәрілер сеуіп, жаз бойы егін басында жүреді. Күз айында егін піскен соң адамдар оны комбайнмен жинауға кіріседі. Күн демей, түн демей егін алқабында егін жинаумен болады. Жинаған егінді машинаға құйып, диірменге апарады. Диірменде бидайдан ұн тартады. Сол ұндарды қапқа салып, вагондарға тиеп, еліміздің әр қалаларына жөнелтеді. Өте ұзақ жол жүріп келген қап-қап ұндарды наубайханаларға апарады. Ал наубайханаларда наубайшылар ұннан түрлі нан пісіреді. Дайын болған ып-ыстық нандарды қала дүкендеріне жібереді. Сатып алушылар иесі мүңкіп тұрған ыстық нандар мен тоқаштарды бір-бірлеп сатып алады да дастархандарына қояды. Осылайша біз күніге еш алаңсыз тәтті тоқаш пен ыстық нанға тойып күнімізді көңілді өткіземіз. Міне, ас атасы нанның біздің дастарханымызға келуі үшін қаншама адам тынбай еңбек етіп, маңдай терін төгетінін білдік. Біздің әлем жайында тағы да қызықты ақпараттарды білгің келсе, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа.